Бүгін сабағымыз 66-шы сабақ. Антоним дегеніміз не дейді? Антоним сөздерін ажыратамын және сөйлеуді қолданамын дейді. 5-ші атты өлеңді оқы дейді. 2 қол. Қол жоқштың қасында келе қалды балақан. Ысқылады асыға, алақанда алақан. Ысқылады асыға, оң қолменен сол қолын. Ысқылады асыға, сол қолменен оң қолын. Қарап еді сосын ол, тап-таза деп қуанды. Қандай жақсы екі қол, бірін-бірі жуады дейді. Өлең не туралы? Екі қол туралы, және тазалық туралы. Өлеңде оң, сол сөздердің айтылуымен білдіретін мағынасын бойынша салыстыр. Бұл сөздердің мағынасын бір-біріне жақын ба, әлде қарама-қарсы ма дейді. Балалар бұл жерде бір-біріне қарама-қарсы, бұл жерде антоним болып тұр, оң және сол болып, оң қолдың қарама-қарсы сол болып тұр, сол қолдың қарама-қарсы оң екен, Енді балалар 6-шы атты мақал мәтелдерді көшіріп жаз дейді. Озған мұрат, қалған ұят. Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылына ақыл қос дейді. Мақалдардың мағынасын түсіндір, мағынасына қарсы сөздерді тап, қарама-қарсы сөздерді тап дейді. Балалар бұл жерде қарама-қарсы сөздер озған, қалған, дұшпан, дос, Бұл жерде балалар мағынасын түсіндір дейді. Озған мұрат. Озған әрқашан алға ұмтылған, озған мақсат мұратына жетеді деп тұр. Ал мысалы сабақты нашар оқысақ, или әрқашан әке-шешемізді ұятқа қалдырамыз, сол үшін әрқашан алға ұмтылып мақсат мұратымызға жетуіміз керек, Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылына ақыл қос дейді. Балалар бір нәрсені сабырсыз, ашумен шешім қабылдасақ, ол біздің дұшпанымыз, Ал ақылмен асықпай ойланып шешім қабылдасақ, ол біздің досымыз дейді. Сол үшін әрқашан ақылмен дос болу керек екен, Енді балалар тілімізде мағынасы қарама-қарсы сөздердің кездеседі. Мысалы, ақ-қара, арзан, қымбат, мұндай сөздерді антоним сөздер деп атайды, бір-біріне қарама-қарсы сөздер, Енді балалар 7-ші атты антоним сөздерін бір-бірімен сәйкестендір дейді. Ашық, қалың, ұзын, ерте, терең. Кеш, қысқа, тұщы, таяқ, жұқа, Міне балалар, бұл жерде қараңыздар. Ашының қарама-қарсы тұщы екен, қалың, жұқа, ұзын, қысқа, ерте, кеш, терең, таяз, озған, қалған, дұшпан, дос екен, Енді балалар, антонимдер мақал мәтелдерді жиі қолданылады. Мысалы, көз қорқақ, қол батыр, ең тәтті дәтіл, ең ащы дәтіл. 8-ші атты бос төркіздерге олардың тұсындағы сөздердің мағынасы қарама-қарсы сөздерді тауып жаз дейді. Ескі, жаңа, жақсы, жаман, жарық, қараңғы деп жазамыз, қараңыздар. Бұл жерде ескі, жаңа, жақсы, жаман, жарық, қараңғы. Балалар естіп жазады екенбіз, бізге қарама-қарсы сөздер. Балалар бүгін сабағымыз түсінік сияқты антонимнің не екенін үйрендік, Антоним бір-біріне қарама-қарсы сөздер, Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.